Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тізе ауруы жайлы айтатын боламыз. Жалпы тізе ауруы жас таңдамайды. Жаста да, егде кісілерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай уқалап отыратынын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды, оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтқанда, біріншіден жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшығы созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе созылмалы ауруға ұласуы мүмкін. Келесі тізенің буыны шығып кеткенде, егер тізеңіздің іскенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Келесі тізе буындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінен спортпен айналысатындарға жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Сіңір зақымдалғанда, қатты ұрып алсаңыз немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанын белгі береді. Артрит пен артроз кезінде де ауырады, яғни 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді, аяқтың, буынның қақсап, сырқырап ауруына әкеледі, салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Келесі, егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-дом жасаңыз. Жалпы тізенің ауырғанын үйде емдеуге бола ма? Осы төңірегінде сұрақтарға жауап берейік. Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін сіздерге мына 3 кеңесті ұсынамын, назар салыңыздар. Біріншісі, әрине тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мг бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз, оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз, оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Біркелкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күн рет, 2 рет таңертең ашық қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықты қабылдайсыз. Бір аптадан соң оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғаны жазылып қуаттанады, буынның жұмысы жақсарады және зат алмасуды реттейді. Келесі екінші кеңес: фольга да өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардан алдын тізеңіздің фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ермей 3-4 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Егер тізеңіздің айналасы ісініп ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үйіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған тәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауырған тұстарына да жағуға болады. Біркелкі етіп жағып болған соң сыртынан пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан-ақ оң нәтижесін байқайсыз. Бүгінгі кеңестерім осындай. Сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.